Арыстан қартайды, аңдарды бұрынғысындай аулай алмайтын болды. Енді аңдарды айламен аулағысы келді. Өзі үңгірде жатты да, аурумын, жүруге әлім жоқ деп барлық аңдарға хабар таратты. Аңдар бір-бірлеп арыстанның халін білуге келді. Арыстан аңдардың біреуін де қайтармайды. Бәрі де арыстанға жем болады. Бір күні түлкі келді. Ол үңгірден алысырақ тұрды да, халіміз қалай, тақсыр деп көңіл сұрады. Халім нашар, неге жақынырақ келмейсің? Берірек кел, түлкіжан, біразырақ сөйлесейік дейді арыстан. Түлкі: мен саған жақын барар едім-ау, бірақ саған кіргеніз бар да, шыққаныңыз жоқ деп жүгіріп кетіпті.